Саламатсыздар ма, каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін осындай узор тоқып көрсететін боламын. Ол үшін бізге бірінші осылай ілмекпізбен петля жасап алу керекпіз. Бірінші ілмегіміз, міне дайын бірінші ілмегіміз. Енді ары қарай осылай ілмектер тоқи береміз. 28 ілмек керек, 28 цепочка, сонда 2-2-ден болу керек бізде. Жұп саннан және де бір добавка болу керек. Сонымен общий 29 цепочка тоқу керек. Біз міне 29 цепочка тоқып алдым, теріп алдым. Енді мына жерде үшінші кері санады, үшінші ілмекке саламыз. Міне осы ілмекке. Міне енді іліп алып, көріп тұрғандарыңыздай үшінші ілмектен іліп алатын боламын. Міне бұл жерде біз столбик без накида тоқимыз. Міне 28 столбигімізді толық, осылай 28 столбигімізді толықтай столбик без накидамен тоқып шығатын боламыз. Міне жақынырақ көрсетіп жатырмын. Міне екі ілмек біздімде, екі ілмектен бір ілмек шығарамын. Міне біздімде бір ілмек, тағы да міне тағы бір ілмек шығарам. Біздімде екі ілмектен бір ілмек шығарам. Сонда бізде бұл столбик без накида деп аталады. Міне осылай 28 цепочкамызды толығымен тоқып шығамыз бастаған жерімізге дейін. Бұл узормен қазір тоқитын өте әдемі плед тоқуға болады. Если қалың жіптен тоқитын болсаңыздар осындай узорды, ондай болса ковриктар тоқуға болады. Даже детский плед без рукавкалар тоқысаңыздар тоже болады. Міне осылай толығымен тоқып алдым. Енді бір петля подъема көтереміз. Поворотный рядта обязательно петля подъема көтеру керекпіз. Енді мен тура астындағы, столбиктің астындағы міне столбиктен көтеремін. Петля подъемының астын столбик без накида, міне бір воздушная петля. Бір столбикті тастаймыз астынан, келесі столбиктен аламыз. Міне тастаймыз, келесі столбиктен аламыз. Міне столбик без накида қайтадан. Бір столбик без накида и бір воздушная петля. Бір столбик тастаймыз, келесі столбиктен аламыз. Міне жерде қайтадан столбик без накида. Осып соңына дейін тоқып шығу керек боламыз. Бір столбик без накида, воздушная, бір столбик без накида, воздушная. Осылай тоқып шығу керекпіз аяғына дейін толықтай. Өте әдемі узор болып шығады. Осылай тоқып шығу керек боламыз. Міне соңына дейін жеттім. Соңында енді біз үш воздушная цепочка көтеріп бір, міне екі, үш воздушная цепочка көтердім. Бұрыламыз соңынан солға қарай. Енді мына жерде накид біздіміздің жіптің астынан өткізіп, жібімізде үш ілмек, кейінгі екі ілмектен бір ілмек шығарамыз. Тағы да накид, тура сол жерден біздің воздушный цепочка алған жеріміз, сол жерде тесік, арнайы тесік тұрады. Міне екі ілмектен бір ілмек шығардық. Міне біздімізде үш ілмек, тағы бір накид, төртінші ілмек болады қазір. Міне соңғы екі ілмектен бір ілмек шығарамыз, накид. И міне тағы да соңғы екі ілмектен бір ілмек шығарамыз. Сонымен толығымен біздімде 5 ілмек. Міне 5 ілмектен бір ілмекпен қосамыз. Міне бір ілмек шығардым и міне біріктірдім. Накид қайтадан енді мына жерде арнайы біздің воздушный цепочкамыз жағында. Воздушная бір петля алды, сол жерге тоқимыз қайтадан 5 столбик с одним накидом. Міне үш ілмек біздімде. Енді үш ілмектен, кейінгі екі ілмектен бір ілмек шығарамын. Накид қайтадан тура сол столбиктан міне екі ілмек,
алдым, ой, біздің екі ілмектен бір ілмек шығарамын. Накид, міне кейінге екі ілмектен бір ілмек, накид, міне кейінгі екі ілмектен бір ілмек шығарамыз. Сонымен толығымен біздімізде 5 ілмек бар. Міне 5 столбик с одним накидом бәрін біріктіріп, міне осындай әдемі листиктер шығады, жапырақшалар. Кейінгі біздің воздушный бірді алған неміз, петлямыз, сол жерге 5 столбик тоқимыз с одним накидом. Енді 5 ілмегімізді бір ілмекпен қайтадан бекітіп, осылай соңына дейін тоқып шығу керекпіз. Енді мені қарасаңыздар, соңына дейін тоқып шықтым. Енді қазір қайтадан бір 5 ілмегімізді бір ілмекпен қосамын, мені біріктіремін. Накид, енді ең ұшына бір столбик с одним накидом тоқимыз. Міне біздімде 3 ілмек, 3 ілмектен, міне кейінгі 2 ілмектен бір ілмек, 2 ілмектен тағы да бір ілмек шығардым. Бір петля подъемы бұрылып, енді қайтадан тоқимыз. Мына жерде астында үлкен міне тесікке бір столбик без накида тоқимыз. Міне 2 ілмектен бір ілмек, бір воздушная қайтадан. Келесі мына жерде міне тесік көрініп тұр, екі листиктің жапырақшаның ортасында өзі ортасы ашық болады, сол жерге столбик без накида тоқимыз. Міне бір воздушная цепочка. Келесі міне арнайы екі жапырақшаның орнына бір столбик без накида. Міне 2 ілмектен бір ілмек шығарамын. Міне бір ілмек и бір воздушная петля. Осылай соңына дейін тоқып шығу керекпіз. Арнайы тесіктерге столбик без накида тоқимыз. 2 ілмектен бір ілмек шығарамыз и воздушная петля. Менің каналымда тағы да өте көп узорлар бар, қарап шықсаңыздар болады. Мені жоғалта алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып өтсеңіздер болады. Комментарияларыңызға міндетті түрде жауап қайтаратын боламын. Міне соңғы бір тесікке столбик без накида тоқимын, міне. И тағы бер жағында бір столбикқа тағы бір столбик без накида тоқимын. Бұрылып, енді 1, 2, 3 воздушная цепочка тоқыдым. Енді жаңағы арнайы жерде біздің қалдырып кеткен бір неміз бар ғой, воздушный бір петляларымыз, сол жерге 5 столбик с одним накидом тоқитын боламыз. Міне осы жерге міне арнайы осы тесікке міне столбик, тесік болғанда бұл бір столбик болып саналады. Осы жерге 5 столбик с одним накидом тоқимыз. Менің каналымда тағы да домашний тапочкалар бар, мокасины бар, ободок бар, өте қызықты заттар бар. Қарап шықсаңыздар болады. Мені жоғалтып алмас үшін подписка жасап өтсеңіздер болады, және де колокольчикті басып қойсаңыздар, менің жаңадан тоқып шығарған видеоларымды сізге хабарлап отырады YouTube. Міне енді келесі арнайы столбик, бір воздушная цепочка тоққан жеріміз, осы жерге тағы да 5 столбик с одним накидом тоқимыз. 2 ілмектен бір ілмек шығарамыз, накид. Соңғы 2 ілмектен бір ілмек аламыз. Сол кезде столбик с одним накидом. Не столбик с одним накидом, а бұл бізде не болып саналады? Полустолбик. Мына жерде кішкене қосылған бар, енді байланып тұр екен. Жарайды, жіптің ішіне тығып жіберуге болады. Тоқып жатқан дүниеміздің ішіне ақырындап жіптің ішіне тығып жіберуге болады. Келесі арнайы, прям бұл тоққан кезде қарасаңыздар, жапырақшаның үстіне түсу керек. Листик, прям листиктің үстіне түседі.
тоққан, столбик сәден накидін тоққанда өздері арнайы өстіп шығады. Накид. Келесі столбиктан накид. Барлығы бір движение, енді қайталаудың қажет жоқ деп ойлаймын. Енді қазір мен сіздерге біраз тағы да тоқып болғаннан кейін мен сіздерге көрсететін боламын. Бұл менде образец ретінде сіздерге арнап тоқып жатқаным. Осылай соңғы штрих, не штрих, соңғы қатардың енді соңғы тоқып көрсетейін деп шештім. Міне осы соңғы столбик с одним накидом. Осылай бір петля подъема бұрыламыз да қайтадан тура мына жерге арнайы ашылып тұрған жерге жапырақшалардың ортасына столбик с одним накидом и бір воздушная петля. Өстіп қайталана береді. Арнайы тесіктерге столбик с одним накидом. Тура жапырақшаның үстіне сіздерге воздушная петля түсу керек. Міне осылай. Міне астында жапырақша тоқылып тұр. Міне осылай. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Кәделеріңізге жаратыңыздар.